Ойын адамды қуаныш сыйлап, кей кезде шектен шықса, ойыннан от шығады дейді елде. Сол ойын қуалап, сауық қуалап, кейбір біздің жастар тіпті егде тартқан адамдардың өзі өмірлік жарымен, ата-анасымен, үйдегі ең қымбат адамдарымен, тіпті балаларымен де ойын ойнап, оны пранк деген атпен әлеуметтік желіге жүктеп, өздеріңізді көздеріңізбен көріп жатқан ата-анасын қорқытып, немесе қалжыңдап, ойынғып, сайқымазақ күйінде көрсету, бұл оның әбиірін, арын төгу ғайбат болатын болса, мысалы ауыр күнәлардың, бұл одан өткен неме нақұрыстық іс, бір жаман іс болып табылады. Неге? Өйткені бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамның жүрегіне үрей салуды тыйған болса, ал оны келемеждеп сайқымазақ күйінде көрсету, сондай халге адамды түсіру, мән сатара ахаху сатарахуллаху лияумал қияма деді. Біреудің айыбын жасырса, Алла сенің айыбын жасырады деді. Тура сол сияқты, сіз біреудің айыбын ашсаңыз, қорқытып үрей салсаңыз, келемеж күйге түсірсеңіз, Алла сізді келемеж күйге түсіріп қойса, қайтесіз? Жасырып жүрген, ешкім білмеген арыңызға тиетін нәрсеңіз ашылып кетсе, қайтесіз? Сондықтан мұсылманның қорғаны болу керек, панасы болу керек. Әсіресе жастар ата-анасына шошытып оятып, бірден одан бір кілт сұрап, осы жуырда TikTok желісінен бір ата-ананың өз баласына жасаған пранкын көріп қалдым. Өз баласына жасап жатыр. Ұйықтап жатқан баланы дереу көтеріп, картаға отырғызып, карта таратып, сол карта ойнап жатқанын көрдім. Сонда бала ұйқылы ояу, картаны ойнап жатыр. Сондағы ең қызығы, бала ішкиіммен жатыр. Соны түсіріп, өз балаларын сондай сайқы мазақ күйінде көрсеткен ата-анаға не деуге болады? Жас балалар ата-анасына да соны жасап жатқандар бар. Шошытып, жаңағы танкін кілті қайда, самолет қайда деген сияқты бір күлуге тұрмайтын арзан күлкі. Қияметте өзі арзан күлкі көп болады деген. Дәл осындай нәрсе көбейіп бара жатыр. Сондықтан ойнаған дұрыс шығар, қуаныш болған дұрыс шығар, бірақ ол ата-анасының абыройын төгіп, сол мынау көрші мемлекеттерде анасына тортты бетіне ұрған барлығы көрді. Сол торт жейінде отқан анасының бетіне торт тұрып, бала сол үшін сол баланы 4,5 жылға соттап жіберді көрші мемлекеттерде. Неге? Жер бетіндегі ең қымбат болған ананың соны жасаса. Бір бейнероликте біреуді шошты бүркітіп пранк түсіреміз деп, үйге кірген қыз шошып, қашып есіктен. Есігінің алды көлік жүретін жол екен, сол қызды машинаға қағып өлтірді. Бұл өмірлік өзекті жарған ойын от шықты деген осы болады. Сондықтан айтпақ болған едім, Алла біреуге сондай нәрсе сыйлайым деп, қайғыға душар болып қалу ықтимал. Алла осындай күнәдан, осындай жаман нәрседен мұсылман сақтану керек. Арам, ол оның ары, намысы, ішкі дүниесі, қорқынышы, тіпті сырының өзін ашылып қалу қаупі бар. Ал сол жерде адам шошып, яки мазақ күйінде қалып, өмірлік кешпей кетсе, қанша сіздің күнәңізді арқалап, сол адам біреудің күнәсін арқалап, сауабыңды беруге дайынсың ба? Өйткені қияметте сұрақ есеп болады ғой. Сонда Мәлики яумиддин, қиямет күнінің иесі болған Алла сіздің сауабыңызды алып, әлгі жәбірленушіге береді. Сонда сауабыңыз аз болса, әлгі адамның күнәсін көтеруге дайынсыз ба? Мені сондай сұрақ қою керек. Сол үшін мұсылман қуаныш емес, үміт сыйлаған, мүмкін қуаныш сыйлаған, жүзіне күлкі сыйлаған, үмітін жалғаған адам болуымыз керек.